Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бір ерекше рецепт болайын деп тұр. Үйде қандай заттарыңыз бар, содан жасалынатын пирог, куриный, мясной пирог. Мына жерде бұрыштар, перецтер, өзіңіздің қалауыңызша перецтер, тұздар, және де үйде көк пияз, укроп бар екен, картоп бар екен. Солардың бәрін қостым. Бетіне бір жұмыртқа, күнжіт, өсіп жаңағы мясной куриный пирогының үстіне перецтерді, тәтті перецтерді төртбұрыштап турап салдым. Одан кейін жаңағы бұрыштарымды, тұздарымды салдым. Дәміне қарай өздеріңізде көз мөлшерлермен саласыздар. Көк пияз бен укропымды турап салып алдым. Осылай. Одан кейін картопымды төртбұрыштап турап салып алдым. Бәрін осылай қолдарыңызбен жақсылап араластырасыздар. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Менде үлкен жайымнан екен, соны екіге бөліп, екі пирог жасадым. Өте дәмді болды, қыздар, жасап көріңіздер. Осылай оны сеуіп алып, нанымды екіге бөлдім. Біреуін үлкен, біреуін кіші. Кішісін бетіне жабатын боламыз. Өзді фольганы кесіп алдым да, ыдысыма төсеп алдым. Осылай екі фольганы бірдей кесіп дайындап алдым. Осындай фольга алсаңыздар, қыздар, күшті, үлкен, көпке жетеді. Осылай ыдысыма нанымды жайып алдым да. Пештеріңізді қыздырып қойыңыздар алдын ала. Осылай екіге бөліп алдым. Начинкамды да жан-жағына жаймалап, жайып. Осылай жақсылап жайып аласыздар. Тегістеп, әдемілеп. Қыздар, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Дәмі деген өте керемет. Менде деген мандыдан қалып қалған фарш болған, куриный пирог, самсадан қалған фарштар болған. Солардың бәрін араластырып жасай салдым, қыздар. Өте күшті, дәмді болып шықты. Ассорти болып шықты ғой. Осылай бетіндегі нанымды қолыма жақсылап ұзартып алдым да, жан-жағын бәрін жақсылап бірінші жауып аламыз, қыздар. Осылай мықтылап жауып аламыз, әдемілеп. Жан-жағын бәрін шықпайтындай етіп. Жақсылап осылай жауып аламыз. Жолдасым айтады, өте күшті, дәмді болып шықты ғой дейді. Күшті ұнады, сіздер де жасап көріңіздер. Осылай одан кейін жан-жағының бәрін әдемілеп өріп алатын боламыз. Осылай пышақтың көмегімен ортасын, шетін үшбұрыштап тесіп қойыңыздар. Ішіне ауа кіріп, жақсы болып піседі. Сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Осылай жағып алып, бетіне күнжіттарыңызды сепсеңіздер болады, сеппесеңіздер де болады, өздеріңіз қалауыңызша. Ақ күнжіт сепсеңіздер де болады. Менде үйде қара күнжіт бар екен. Соны сеуіп 180 градуста жарты сағатқа пісіріп аласыздар. Міне, ас болсын.